Қазақтың қоғам және мемлекет қайраткері, публицист, бір тұтас Түркістанның тәуелсіздігі үшін күрескен идеолог. Мұстафа Шоқай 1890 жылдың 25 желтоқсаны күні қазіргі Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің бойындағы Қазақ ауылында дүниеге келген. Арғы аталары дала ақсүйектері болған. Ал атасы Сырдария облысы Хиуа хандығының билеушісі, әкесі халық арасында сыйлы би болған. 1917 жылдың 23 ақпаны күні ақпан революциясы басталып, билік жер-жерден жұмысшы және солдат депутаттар кеңестерін басып алды. 1917 жылдың наурыз айында Мұстафа Шоқай Ташкентте өткен мұсылмандар конгресінде құрылған мұсылман орталығын басқарып, Бірлік туы газетін шығара бастады. Мұстафа Шоқай сол мерзімді басылым арқылы алғаш рет түркі халықтарының тәуелсіздігі туралы идеяны көтерді. Сондай-ақ орыс тілінде Свободный Түркістан газетін шығарып, демократиялық ойларды насихаттады. Мұсылман орталығы автономия құруға дайындала бастады. Сондықтан да түркістандықтар 1917 жылғы қазан революциясын қуанышпен қарсы алғанды. Алайда ол қуаныштары көпке ұзай қойған жоқ. Өйткені Іле-Шала Түркістан комитетінің мүшелерін тұтқындау туралы қаулы шыққан еді. Шоқайдың басына 1000 рубль сыйақы тігілді. 1921 жылы Мұстафа Шоқай Түркияға қоныс аударуға мәжбүр болды. Кейін Берлин арқылы Францияға өтіп, сол жерде тұрақтап қалды. Мұстафа Шоқай эмиграцияда жүріп Түркістан халқын ағарту мақсатында газет-журнал шығарумен айналысты. Ол басылымдарда Орта Азия туралы мақалалар мен теориялық зерттеулер, саяси шолулар жарияланды. 1941 жылдың 22 маусымы күні шабуыл кезінде Париждегі нацистер туралы көрнекті орыс эмигранттарын тұтқындап, Компьен қамалына жеткізді. Тұтқындардың арасында Мұстафа Шоқай да бар еді. Немістер 3 күннен кейін оны Берлинге апарып, концлагерлерге тоғытылған түркі халықтарының арасындағы кеңестік тұтқындардан құралатын Түркістан легионын басқаруды ұсынды. Олардың жоспары бойынша Түркістан легионы шығыс майданында немістің кеңес әскеріне қарсы бөлігін алмастыру қажет болған. Мұстафа Шоқай олардан жерлестерінің лагерлердегі жағдаймен танысуды талап етіп, азиаттардың темір тордың арғы жағындағы адам түзгісіз қиын жағдайын көріп, жағасын ұстайды. Мұстафа Шоқайды пайдалана алмайтындығын түсінген неміс басшылығы оның көзін құртуды ойластырады. 1941 жылдың 27 желтоқсаны күні Мұстафа Шоқай дүние салды. Ресми дәйектемеде Мұстафа Шоқайдың бөртпе сүзектің асқынуы салдарынан қанның бұзылуынан қайтыс болғандығы жазылған. Сүзекті концлагерлерді аралап жүргенде жұқтыру мүмкін деп көрсеткен. Гуманист, ойшыл, демократ, энциклопедист, ағартушы Мұстафа Шоқай Орта Азия мен Қазақстан халықтарының мәдениеті мен әдебиетіндегі өзекті мәселелерді көтерген. Ол ағылшын, француз, түрік, неміс және араб тілдерін жетік білген. Мұстафа Шоқай өмірін ақиқат жолындағы күреске, Орта Азия мен Қазақстан халықтарының ар-ожданын қорғауға сарп еткен тұлға.